Сәлем, Мерке ТВ арнасының кішкентай көрермендері. Мен сендерге бүгін Бердібек Соқпақбаевтың жасырынбақ әңгімесін дайындадым. Жасырынбақ ойнауды Әбдірахман шығарды. Тұрбек оны дереу қостады. Сыдық та қарсы болған жоқ. Бірақ екі-екіден одақтасу үшін және бір адам керек. Шақырып алатын ешкім көрінбес пе екен деп. 3 бала қақпадан шығып, төңірекке көз салып тұр. Іштеріндегі ересегі Әбдірахман 5 класста оқиды. Дене тұрпаты, ұзын тұралау, мінезі адуындау, ақ сұр бала. Тұрбек пен Сыдық екеуі 4-де оқиды. Біреу өзі тиіспесе, бұлар ешкімге шатақ іздеп ұрынбайтын басақалы балалар. Көшенің арғы бетіндегі өз қораларының үстінде рогаткамен сотқар Алмабек торғай атқылап тұр. Аңдығаны теректердің сонау ұшқары басы. Бірлі жарым қонған торғай болса, атып тигізе алмай тұр. Басқа теректердің басында қаптап ұшып жүрген торғайлардың әлгі араға жоламауына қарағанда, Алмабек оларды әбден запы етіп, үркітіп бітсе керек. Алмабекті шақырсақ қайтеді, деді Әбдірахман. Ой құрсын, ол шатақ шығарады, деп Тұрбек пен Сыдық қабатынан безете қалды. Алмабек осы кезде бұларды көріп айқай салды. Ей, неге топталып тұрсыңдар? Қараңдар, атам! Алмабектің сырын білмейтін балалар қақпаны тасалап жасырына берді. Алмабек айтқанын істеді. Атып еді, тас ызыңдаған бойымен кеп қақпаға тиді. Үйден Тұрбектің 1 класста оқитын қарындасы Назым шықты. Екі иығында желбірі бар, жеңсіз көк шұбар көйлек киген. Топ-толық қара домалақ қыз. Көзі шешесіне тартып, шегірлеу. Біреуімізге Назым одақ болсын, деді Сыдық. Әбдірахман тыжырынып, мұны қойшы, деді. Әңгіме өзі жайында екенін Назым біле қойды да, балалардың қасына келіп, Не айтып тұрсыңдар, деп сұрады. Бізбен жасырынбақ ойнайсың ба, деді ағасы. Ойнаймын. Осы кезде Алмабек атқан бір тас қақпаға және келіп сақ етіп тиді. Артынша оның бәлем шығарсыңдар әлі деген айқайы қоса естілді. Назым балаларды таспен атқылап тұрған Алмабек екенін көрді. Назымды одақ етіп алып ойналық, деді Тұрбек те. Әбдірахманның сол әлгі менсінбеген кейпі. Бұл одақ болып жартпас. Назым ашуланып қалды. Мен бе? Мен жасырынбақ ойнауды білмеймін бе? Қыздардың қалай жасырынатын білеміз. Біреуі ауыз үйге шыға тұрады да, екіншісі 4 есіктің астына кіріп, көкек, мені ізде, деп дауыстайды. Не болмаса басын бүркеп алады да, сирағы сорайып көрініп жатады. Әбдірахман бұл сөзді Назымды қатырдым деп мысқылды күлкімен айтты. Ойнап көрейік, деді Назым. Отты көзі жәбірлене жалпылдап. Ақыры бұлар жасырынбақ ойнауға келісті. Әбдірахман мен Сыдық бір одақ, Тұрбек пен Назым бір одақ болды. Жасырынатын жердің көлемі, осы үйдің қора-қопсы, ауласының іші болсын, одан сыртқа шығып жасырынса, есептелмесін деп келісілді. Жеребе салысқанда жасырыну кезегі әуелі Әбдірахманға тиді. Тұрбек пен Назым олар жасырынып болғанша үйге кіріп тұрды. Міне, енді іздеуге шығып келеді. Сен бақтың ішін қара, мен қораның ішін қарайын, деді Назым. Қораның сыртқы жақ босағасында төңкерулі тақтай науа жатыр. Назым оның қасынан өтіп бара жатып, әлгіге сезіктене қарады. Шетінен ұстап, әрең дегенде көтеріп, аударып тастады да, астында бүк түсіп жатқан Әбдірахманды көрді. Қайдан біліп қойдың, деп, үсті басы шаң-шаң боп, Әбдірахман түрегелді. Білмегенде, бұл науа бағана төңкеріліп жатпай, шалқасынан жатқан, деді Назым. Ой, пәлесі-ай мына қыздың. Бақшадағы картоптың бітік сабағының арасына кіріп кеткен Сыдықты да Тұрбек оп-оңай тауып, желкелеп алып келді. Әбдірахман алақанына құлшына түкіріп, бәлем, енді сендер жасырынып көріңдер, дейді. Олар бір қауым іздеп Тұрбекті қораның ішінен, ақырдағы бір құшақ шөптің астынан тауып алды. Ал Назым болса зым-зия. Әбдірахман мен Тұрбек оны іздеп
Қарамаған жер қалмады, таба алмады. Үйге кіріп, кереуеттің астына дейін қарады. Жоқ. Мен білсем сол қыз жасырынған жоқ. Бізді босқа әурелеп бір жаққа кетіп қалды дейді. Дымы құрыған Әбдірахман. Жоқ, кеткен жоқ, жасырынып жатыр, табыңдар дейді Тұрбек. Әбдірахман мен Сыдық және іздей бастады. Үйдің үстіне шығып, шатырдың ішін, содан соң қорадағы картоп салатын ұраға дейін түсіп қарады. Бірақ еш жерде Назым табылмады. Бір жерде шыбын болып жабысып тұрмаса, енді тіпті оны іздейтін жер қалмады. Әбдірахман терлеп те кетті. Шықсын енді, таба алмадық деді Сыдық. Назым, шық! Ура! Деп Назым қақпа түбіндегі иттің мешігінен сумаң етіп шыға келді. Әбдірахман мен Сыдық төбелерінен жай түскендей сілейіп қалыпты. Ой құлай, бұл қу осындай деп Сыдық таңырқап жатыр. Жаңа бұл үйшікке үңіліп қарап едім ғой, ит жатқан секілдеді ғой, дейді Әбдірахман. О, су жүрек, ит емей-ақ үңіле бергеніңде ырррр деп едім. Пер бұрып жөнелдің ғой. Назым мәз болып сылық-сылық күледі. Мен енді ойнамаймын, жетеді деп Әбдірахман сөлпиіп жөнеле берді. Ызаланып бара жатқаны кейпінен белгілі еді. Ол қақпадан шыға бергенде, байқа, Алмабек аңдып тұрмасын, деді Назым. Әбдірахман селк кетіп те үлгермеді. Бармақтай бір тас құлағының дәл тұсынан зуылап өтіп қақпаға сақ кетіп тиді. Алмабек рогаткасына тағы да тас салып жатқанын көріп, Әбдірахман тез шегініп кетті. Балақай, сен тыңдаған әңгіме Бердібек Соқпақбаевтың жасырынбақ әңгімесі. Әңгіме ұнаса, арнаға тіркеліп лүпіл бас.